Онсыз қантсыз алмадан пп құймақ. Бар жоғы 100 граммға 138 калорийдан тұрады. Рецепті сақтап, күн сайын пісір. Алдымен 2 алманың бетін аршып, үкіштен өткіземіз. Оған 2 жұмыртқаны жарып, бал қосамыз. Балдың орнына қант алмастырғыш қоссаңыздар болады. Үстіне табиғи йогурт қосып, жақсылап араластырамыз. Мен 2% табиғи йогуртты қолдандым, оның орнына пайызы аз қаймақ қолдансаңыздар болады. Алдын ала сұлы жармасын ұнтақтап алдым. Сол сұлы жармасын кішкене корица, қопсытқыш қосып, венчикпен араластырамыз. Табада май жақпай пісіріп алдым. Достар, парақшамда қандай пп рецептер мен жаттығуларды көргілеріңіз келеді? Пікірлеріңізді комментарийде қалдырыңыздар. Ас болсын.